бәрінің бала шағасы бар. Сонымен арамызда бір жігіт бар еді, соның қасында кеп тұр, досым, может, ұлды болдым деп ше. Сонымен ойланып қоямын ғой жаңағы. Анаған бәрі шұбырап кетіп жатыр шетінен. Әрқайсысының уже бала шағасы бар. Мен әлі жүрмін. Істеп жүрген тірлігім анау. Руыңыз қандай дейді? Руым ұлы жүз ойық. Ұлы жүзбін. Қазақпыз ғой, сөйтіп негізші керек емес нәрсе бар ғой. Чисто анау руды андай қыз алатын кезде сұрасқан дұрыс сияқты да, андай только жеті атадан қыз алыспайды деген әңгімедей ғана сұраспаса, так былай негіз керек емес бұл. Бәріміз қазақпыз, жүрегіміз қазақ деп салады. Елімнің туы асқақта. Жас бала құсап пранк түсіріп десеш дейді. Соны айтсаш, елдің сол достарын бәрі үйленіп шетінен бәрі тіршілігін жасап жатыр. Мен жүрім дәқті ләқ. Өзің дандай түсіріп ұстайтын болсаң, вообще самооценка деген ноль ма? Салынып ше бірандай, бір ай ішіп кетем ойдым андай. Болады ғой бірандай. Дірілдеп ауырып ше, азанда ашқарың сразу бас жазып кететіндер бар ғой, бір апталап ішіп кететін ше. Сөйтіп ішіп кетейін ба. Не арақтар дұрыс қазір деп. Не арақ совет бересіздер десең. Кунг-фу өтті дейді. Ой, рахмет. Сол егерде жақсы өтіп жатса сіздерге екінші, үшінші версияларын түсіріп берем. Күшті тұр. Зато өзіңіз үйреніп аласыздар, сохранить етіп қойыңыздар. Ертең ондай біреу тиісіп отса, соған қарайсыздар да, мотивация боласыздар да. Сөйтесіздер да, қара бересіздер ғой любой. Жеп отырған тәттіңіз, не дейді? Жеп отырған тәттіңіз мен емес па дейді. Молята, шикарты, түрі. Тик-токтың өлеңден жаттап алдық қой қазір. Баяғыда айтамын да, біздің кезде қандай өлеңдер кетеді деймін да. Қазір атаң. Не ол? Айтпаймын ондай әңгіме. Как дела дейді, жақсы. Мәш, неше түрлі арақтар кетті ғой дейді. Енді адам өзі қандай аудиториясында сондай болады. Соны бір түсінгенім сондай екен ғой. Адам өзі қандай, соған өзінде сондай адамдар жиналады екен ғой. Бір күн андай істейміз бе? Мысалы, андай артисттер, әншілер мысалы не істейді ғой? Құрметті достар, бүгін Алматыда, ертең Шымкентте, ары күні осындай Қарағандыда концерттеміз сағат. Сөйтіп мен де немен шығайын ба? Ертең карантин біткеннен гастрольдік сапармен. Құрметті достар, бүгін Ақтаудамыз. Ақтауға жиналыңыздар. Осындай кафеде бүгін 5 кружка алсақ, 1 кружка тегін. Жиналыңыздар. Толмайды ондай бірақ. Или болдыртамыз ба? Қазақстанда онда ешкім істемеген ғой. Интересно жүр. Істеп көреміз бе? Кім за соны жазыңыздаршы, наверное. Егер араққа неге құқтым деген адамдар болса, ештеңесі жоқ, неше ондай. Напиток ішіп отыра бересіздер ғой. Шығып кел Ақтауға дейді. Құдай қаласа. Айбай. Наярым тартылып қалды. Осы кішкен наярым тартылатын әрі. Фан стрейча дейді.